ең көне әрі ең беделді республикалық басылымдардың бірі. Талай таланттың талабын ұштап, болашақ журналистердің алғашқы қадамын айқындаған газет бүгінде жас қаламгерлерге жол ашып келеді. Ал биыл біздің білім ордамызда қуанышты жаңалық болды. Мерлі Қайсарқызы ресми түрде Ұлан газетінің жас тілшісі атанды. Жасөспірімдер арасында суырылып шығып, республика деңгейіндегі басылымға материал жолдау үлкен жетістік. Мерлі мектеп өміріндегі жаңалықтарды, оқушылардың бастамалары мен түрлі оқиғаларды тұрақты түрде жазып, оларды республикалық аудиторияға таныстырып келеді. Осы тұста жас тілшінің өзінен де сұхбат алып көрдік. Ұлан газеттің жас тілшісі болу маған үлкен мүмкіндіктерге жол ашады, және тек қана маған емес, Ұлан газеті талай таланттардың талабын ұштаған бірден бір мектеп. Осы жас тілші атану жолындағы мектеп ұжымына алғысымды білдіремін. Өйткені осы медиа студия, тағы да басқа заттар менің жас тілші атануыма да үлесін қосты десем де болады. Сөз соңында айта кетсек, Мерленнің жас тілші ретіндегі алғашқы қадамдары мектеп ұжымы үшін де үлкен мақтаныш. Алдағы уақытта ол республикалық басылымда жаңа жобалар мен тың материалдар ұсынып, шығармашылық жолын жалғастырмақ. Забира Якуб, Абдрахман Қайрат, Ұрпағыны медиа, арнайы Наурызбай Ньюс үшін.